Балам, мен бүгін сүт тарттым. Бұл деген қазақтың кілегей деген тағамы. Бұл тағам кілегей неден? Сүттен шығады. Мына кілегейді май жасауға болады. Енді мына тартылған сүтті жаңағы ірімшік жасайын ертеңгісін. Сен ірімшікті жақсы көресің ғой? Көтеріп апарайық қазір. Сосын үйтіп ертеңгісін дәмді тағам жасаймыз. Құлай қашалаймыз. Бұны ораймыз жақсылап мына. Орайға аршын жат. Болды. Бұл енді ертеңге дейін осылай тұрады. Ертең үйіған соң ірімшік жасаймыз.